Биылғы жылы көмірдің тасымалы өте жақсы, былтырғы жылға қарағанда 4%-ға жоғары, және мына қыркүйек айын қарасақ 8%-ға көп жүк артылған. Жалпы көмір тапшы дегенге мен өте өзім қарсымын. Көмір бар, кірме жолдардың бәрінде көмір бар екенін біздің мониторинг группаларымыз бар, оперативтік штабтарымыз бар, олар күнделікті жетелеп қарап отырады. Баға жылдың аяғына шейін бір рет өсті, жылдың басында ол әр жыл сайын жылына бір рет өсіп отырады инфляцияға байланысты. Енді жылдың аяғына шейін тариф биыл өспейді, қосылмайды. Ол жалпы мына көмірдің бағасына қарағанда 8%-ға біздің 8%-ды құрайды. Біздің тарифіміз, мысалы, машинамен таситында бір рейске 20 мың немесе 25 мың теңге алады екен. Сонда осы кірме жолынан 13 мың теңгеден алып отырып, оған бір рейске, бір 5 тонна көмір тиеген үшін бір рейске 25 мың теңге қосатын болса, ол онда бір тоннасына 5 мың теңге қосып отыр деген сөз. Сонда біз 2 мың теңгемен темір жол әкеп отырса, 5 мың теңгені жаңағы машинамен тасайтын жекеменшік кәсіпкерлер істеп отыр. Бұл жерде енді біздің құзырымызда емес, оны тексеретін, бірақ жалпы соны мониторинг жасау. Ну, в месяц, порядка мы 20 тысяч можем пропустить. Ну, считайте. Ну, сейчас у нас где-то 1500–2000 есть наличие. Ждем вагоны. Когда была последняя поставка? Вчера вот получили 500 тонн. Вчера. Вот то, что под эстакадой лежит, вот это вот вчерашние остатки угля. Ну и плюс запасы, вот то, что есть еще. Это уже так разобрали, да? Мало осталось? Да. Ну, люди разбирают, видите сами, вот клиенты подъезжают, все грузят. Поэтому в очереди нет такой, что... Сколько машин в день приходит? Ну, порядка 100 машин. В день, да? В день. А сколько стоит? Стоит 11 500. Майкубинский уголь. Все заявки предоставляют нам именно сами получатели. По Астане имеется 8 железнодорожных тупиков, получателей 14, они же являются и продавцами, которые здесь осуществляют торговлю с населением. Спрос на уголь вообще он увеличился, именно увеличился очень сильно. Сама Астана выросла, считайте, это миллионный город. 5 месяцев говорили, покупайте заранее. Угольные тупики, они работают круглогодично. Здесь потому что не только же на отопление уголь идет, это на так мелкие производственные там, как сказать, предприятия тоже так выгружаются. То есть все своевременно.